Текс, открывай. Что ты там делаешь? Ты подохнешь от этой выпивки, открывай. Сейчас. Привет, парни. Привет. Но в чем дело? Ты не готов? Я так и знал, что ты не будешь готов. А кофе не принесли? Я что, похож на разносчика еды? Фрэнки сварит кофе. Давай, Фрэнки, свари. Я думал, у тебя тут одна из этих шлюх. Да, была. Где же она? Вечно у него повсюду разбросана порнуха. Вот черт. А который час? 11:30, мы уже должны были быть на месте. Предполагалось, мы там должны были быть в 9. Через минуту буду готов. Всегда опаздываешь. Ну чего уставился? Пошли, выпьем кофе. Пойдем. Что ты делаешь? Это шутка, шутка. Поставь этот кофейник. Собрался пить кофе? Ладно. Жетпіс бір жеті ұсынады. Қара бейсенбі. Соңғы рет әжемді 6 жасымда көрдім. Сол кездегі маған айтқан соңғы сөзі былай еді. Келесі келген кезде саған көп кәмпит пен ақша әкеп берем. Сөйтіп басқа неге алып бара жатқанда, басқа қалаға күзетшілер алып бара жатқанда, көрші купеден отырған студенттердің біріне үйіне аманат хатын жазып беріп жібереді. Арада 20 жыл өткеннен кейін Әлімхан Ермеков ағамыз ақталып шыққаннан кейін Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев ол кісіге пәтер береді Алматыдан. Алматыдан пәтер бергеннен кейін өзінің несінде шақырып, жарайды балалар, қоңырау соғылды, кітаптарыңызды өткізіңіздер. Келесі сабақта жалғастырамыз. Бұл немене? Бұл домбыра. Сүйгісі келе берер, сүйгенерін сүй жаным, сүйкімді бір күйге бөленемін. Жүрегіміз жақыннан бірге соқсын, ағытшы көйлегіңнің түймелерін. Сүй жаным, сүйе бер кім біледі, бір кезде еске аларсың түнде мені. Жалт етіп өте шыққан баяғы жастықтың толысыған күндер етті. Ұялып барады өтіп болақ, бұйығы үн қатпайды жылап. Баланың маңдайынан сипалаған, діріліп айдай тамған шуақ. Мен нағыз махаббатты армандаймын, оны мен жоғалтып та алғандаймын. Алқаныздар арасынан аққуымды ажырата бермеген соққандаймын. Сен шөпті айырылмайтын лоқ көріп тұрсың ба? Жүрегіне қанат байлап, от берейін қаныңа. Ей бойжеткен бері қара, бірімізші жаныма. Жүрегіне қанат байлап, от берейін қаныңа. Егер сенде бір мүмкіндік болса, танымал адаммен төбелесіп, кіммен төбелесер едің? Тірі болу керек па? Бәрі. Ақан Сатаевпен. Сен ше? Түйітінімен қиын уақытша дзюдоист. Дзюдоист? Мен ашығын айтқанда
сол атын соғып қойды. Ана кімге ұқсайды деп ойлайсың? Ким Чен Ыйға. Титаниктегі Ди Каприо ұқсап еді кішкене. Биікке көтерілу әбден мүмкін деседі, қателеседі, одан біз биік шыға алмаймыз. Екеніне сенем, жалған тойымсыз болмысыңды жеңетін сенің іштік әдепті эго. Ол неге лас қолыңмен сүртіп жатсың? Мұрныңа не болған? Бағана деген автобус. Бля, сен айтпай қойшы. Қосып айтасың. Кейін өзі айтып берем. Одан аман қызық. История. Алда естерде бар. Карантин кезі біз 3 рет мен ұсталған. Сол кезде біреу сендермен болған. Қойш, родной. Қызық емес ол. Мына жерімізде тұр. Күнде айтасың. Одан басқа қызық шығар енді. Вот именно осы қызық емес. Деген озық болса, әмірге қызық шығар. Короче, сол кезде маған күн көрсем, ағам айтқандай армияда офицер разойдись деп ойлайды ғой. Сол кезде Бля, ұсталдым, қатты чай ұсталып қалдым. Сендерге нағыз оқиға керек па? Жаңа Сейіт Мағжан нағыз оқиға тыңдап қойдың де ма? Жездеммен болған оқиға. Жездем бір отырыстан мас болып шығады. Сөйтіп мас болып шыққан кезде өзінің десяткасына отырып алады, короче. Үлкен жездең ба? Иә, Самат жездем ше. Сөйтіп жездем мас болып далаға шығып, өзінің десяткасына отырып ұшып бартады ғой Макстың алдында самсаханаға. Иә, сол қыржетін артында гаишниктер тұрады ғой. Сөйтіп гаишниктер тоқтатқан ғой жездем ше, Самат жездемді. Сөйтіп жездем тоқтап тұрған кезде қасынан тоже мас адам ұшып самсаханаға кіріп кеткен ғой машинамен ше, короче. И соған гаишниктер мен жездемен емес, жаңағы мас адаммен алданып, короче, екеуі сол мас адамға кеткен ғой, короче, маған ше. Мен жездем бағана шатастырып алды да, короче, гаишник машинасына іліп кетеді ғой. Ебай. Кәсіпке кіреді. Иә, косякқа кіріп жатыр ше, короче, жездем. Сөйтіп неге гаишник машинасымен үйге келеді, ертең сен не қылып үйінде жатыр ма енді? Сөйтіп Самат жездем ұйықтап жатыр, сөйтіп екі гаишник келеді ғой. Самат қайратұлы осында тұра ма деп ше. Жездем, иә, тұрып, жездемді оятып алсам, сөйтіп екеуі алып кетті гаишник екеуі. Басып жүрген шығар қалады. Правасын шететіп жүрген шығар. Иә, бүкіл наряд бойы еще сол гаишниктер мен ағам десяткасымен жүрген ғой. Қызық, иә? пацанмен уже 10 пайыз заяват. Яғни 570 теңге төлеймін. Иә? Неге? Алдында, короче, интернетте оқығам. Сол 20 баттам. Сол, короче, бізде міндетті емес кафе или буфеттерде. Так что мен отказ беремін дейді. Білесің Сейіт, олар да түсініп алады. Неге? Олар универ оқып жүріп, осында жұмыс істеп жүр ғой. Шығып берсін ау. Универдің ақшасын жеңілдетемін деп 570 теңгеге олар жұмыс істеп жүр. Аз отыратын оны жұмыртқана бересің. Қойшы жасайды. Айтса, ақшаң жоқ болса айтшы, қоса саламдашы жеге. Бірақ тұра саламыз ғой жеге. Кезесіне сұрайса? Бағана нешінші бапты айттың сен? Көтіңді қыста үй жинау. 20-шы бапта вообще ондай официант 10% деген туралы айтылмаған. Ол жерде вообще басқа не жазылған. Джиги Хиро Барбидің өлеңін алған екен ғой, естігесіңдер ме? Соны қойшы да. Соны тыңдай береміз, басқасын тыңдай. Барби, жұмыста, демалыста. Менің достарым олыстар, менің достарым олыстар. Жұмыста, демалыста. Менің достарым олыстар, менің достарым олыстар. Я люблю взрывать. Это классика, вот так я и рос. Пули не скрывать. А ты пластик, одноклассника. Чё там бау, рупи даун. Чё там бау, рупи даун. Hot
там бауыр Чё там бауыр өтпейді әуір Айттым ғой нормально. Мынауында ремень тақпаған. Тастамаңдаршы. Түш болды тыныш. Оным шешеміз. Жол патрульдік инспекторы Ассалаумағалейкум. Қоңырбаев. Документ беріңіз. Братан, права жоқ. Документ жоқ, мүмкін. Қалай сөйлепсің, тіліңді көрсетші. Тұсмасын. Неге? Тұс. Сықта, братан, келсек та, болатсақ, ақша жағынан. Сенсіз менің айымы туып алдымнан атым шабып бас бәйгені Сұлтан ана музыканы қойып жүрсен. Жоқ, қойшы. Отырш, блядь. Настроение көтерейін деп. айымы туып алдымнан Басын бай. атым шабып бас бәйгені Жігіттер, музыкалық индустрия екіге бөлінеді. Бір эстрадный, ал бір хип-хоп. Мысалы, эстрадный тыңдайтындар хип-хоп тыңдамайды, ал хип-хоп тыңдайтындар эстрадный әндер тыңдамайды. Чё там сендер қандай стильде тыңдайсыңдар әнді? Хип-хоп қой. Әрине. Маған кім сұрап қойшы. Руслан мен Саяннан басқа ештеңе жоқ. Джиги, бірдеңе істеп көмектесейік. Біріншіден ол біздің танысымыз, бір қалада тұрамыз. Екіншіден ол біздің міндетіміз. Кімде қандай де пландар бар? Магазин или банк тонайық. Қиын ғой, орадың. Неге магазин? Біздің қаламызда банк тоналды ма? Тоналды. Инкассаторлардан ақша ұрланды ма? Ұрланды. Базардан зат ұрланды ма? Ұрланды. Осы бір қай жыл еді? Абай көшесінде Зектар 2000 бір. Бытабанк тонап еді ғой. 2011 жыл ма? 2011 жылы Зектар Абай көшесінде Бытабанк тонап еді ғой. Дәл сол Бытабанктың орнына қазір арқыстатын магазин тұр жігіттер. Егер біздер баратын болсақ, оларға күтпеген жағдай болады. Үйті ол жерде охрана мен сигнализация жоқ. Мобильный охрана. Мобильдік охранада пневмат пен дубинка ғана бар. Үйті екеуі де резиновый. Сен 70 мың айлықпен қарсы тұрар ма едің? Тұрмас едің.
беркен көз алдыма өзіңді мен іздемей кім іздейді арына махаббаттың шырай керек шын сүйген азабыма шыдайды ән айттым арына саған ұнаймады әдем ау мені сүйсең мұңаймады Тузам! Ақшаң бәрін сал, тез. Ерсін сен, уверенсің ма маған сен қадір құлап? 100% уверен. Маған сенші, и өзіңе сен ең бастысы. Бірінші естіп тұрған жоқпын ғой мен? Сол қорқып тұрмын мен. Байқамай қалдым. Ал қалай байқамауға болады адам? Қалысты деп ойладым. Тексермейсің бе енді? Қорқытқым келді жай. Қалай қорықпас енді сенен? Не істедің анан? Мына жерде басқа шығатын жер бар ма? Әмір. Басқа шығатын жер бар ма? Be. Мұрат, спичка бар ма? Бар. Темекі бар ма? Жансейт. Қалайсың, Мұрат? Мені қоя берші, өзің қалайсың? Bir aydan beri қайда болдың? Оны қоя берші. Әмір мен Мағжан қайда? Әмірді 7 жылдан 15 жылға шейін соттады. Ал Мағжан. Шахмах, здесь, сука.
Жансейіт, больницаға тез. Ай, яу, өліп бара, шыдатпай отыр, Врачсың бара құлдетіңсің. Тез! Ай! Айда, шарпа дейсің. Неше секундқа? Шыдатпай отыр. Болды, келдік. Шасит. Отыз. Запасlar. Алло. Әмір. Абонент байланыс аясынан тыс жерде, немесе оның телефоны сөндірулі. Кейінірек хабарласуыңызды сұраймыз. Шынай тұршы. Көмектесем, бля. Шақыртам бірдеңе врач. Телевизор өтір кішкене. Қазір шақырамын ма? Давай. Жансейіт. алыста аяулы қалды ауылы, аңсаумен көтеді ол да болын. Қалды алқапыста қоштаса алмай, мен сені сағындым жан бауырым. Bir жүрген күндерді ұмыта алман, bir жола өшті ғой үміт арман. Елеңдеп жүремін ертелі кеш, кездесіп қалардай өзің алдан. Елеңдеп жүремін ертелі кеш, кездесіп қалардай өзің алдан. Жүрегім жаным ау күйіп тұрған.
бұл дүние айналған мен сырласыңа, мен кепіл мәңгі бақи тұрмасына. Бір күні құдайыңнан хабар келсе, шығасың сен де құрбым қырбасына. Бір күні құдайыңнан хабар келсе, шығасың сен де құрбым қырбасына. Қайғырып досың түгілі бақталасың, кеудеңде сағат ғұмыр тоқтағасын. Қалдырып мынау жалған дүниені, келмеске мәңгі бақи аттанасың. Қалдырып мынау жалған дүниені, келмеске мәңгі бақи аттанасың. Сол жаққа аттанасың бәрі барған, қалады көкірегіңде алып барман. Қалады аузыңда сары тесің, қалады гаражыңда сары болған. Қалады аузыңда сары тесің, қалады гаражыңда сары болған. Біреуде ақ шаңғалар қарыз алған, мұрныңды шақ шаңғалар зәрі жарған. 10 бөлме үйін қалар қиын болар, өйткені бәрі жалған, бәрі жалған. 10 бөлме үйін қалар қиын болар, өйткені бәрі жалған, бәрі жалған. Ол қазақ мол байлықты теккіздейді, ақшаңды миллионға жеткізмейді. Сенімен құрсы құдай о дүниеге, сом түгіл соқыр тиын өткізбейді. Сенімен құрсы құдай о дүниеге, сом түгіл соқыр тиын өткізбейді.